Сәлем достар, сіздермен бірге Венера. Бүгін сіздерге осындай қолдан ұйытылған қою айранның рецептін көрсеткім келеді. Қалай ұйытылу жолын көрсеткім келеді. Бұның дәмі тура қаймақ сияқты өте дәмді болады. Қолдың қою айранын ұйыту үшін бізге қолдың сүті керек. Сүтті алдын ала жылытып алдым. Қатты ысып кетпесін, тек қам жылы болсын. Сонымен қатар бізге қолдың айраны керек. Магазиндегі тетрапакеттегі айрандар жарамайды. Енді біз мына жерде 1 литр сүтті ұйытайын деп жатырмыз. 1 литр сүтке 1-2 қасық айран жетеді. Ал егер 2 литр болатын болса, 2-3 қасық қосып, осылай кішкене араластырып, қақпағын жауып, жылы жерге ұйығанша қойып қоямыз. Ол уақыт 5-6 сағат уақытты алады. Қойып қоятын жерімізді де өте ыңғайлы жерге қоюымыз керек. Ешкім тимейтін, қимылдап кетпейтін жер болу керек. Өзімен өзі 5-6 сағат уақыт тұру керек осы жерде. Егер де қимылдап кететін болса, айранымыз ұйымай қалуы мүмкін. Сондықтан да қимылдатпай жылы жерде осылай ұстаймыз. 4-5 сағат өткеннен кейін айранымызды бір тексеріп көрейік. Ұйыды ма екен? Қимылдатпаймыз әзірге. Айран ұйыған екен. Қасықпен алған кезінде осындай сұйық емес, уже қатқан күйде болады. Енді осыны холодильникке салып қоямыз. Міне осындай қою айран шығады. Ал дәмі деген өте керемет. Менімен бірге осындай қою айранды ұйытып көріңіздер. Осымен біздің айранымыз дайын. Мінекей осындай қою айран шығады. Дәмі деген өте керемет. Ең бастысы ұзақ ұстап қоймасаңыздар болды. Ұзақ ұстасаңыздар дәмі қышқыл болып кетуі мүмкін. Сондықтан да уақытында алып, тоңазытқышқа салып, салқындатып ішсеңіздер өте дәмді. Менің балаларым сүйіп ішеді. Біз бір жаққа кетейін деп киініп отыр едік. Содан курткада отыр ғой. Ал жақсы, сау болыңыздар. Менімен бірге айранды жасап көріңіздер.